Адамзат қоғамының табиғатпен қарым-қатынасы қазіргі заманның ең маңызды проблемаларының біріне айналды. Адам жерде пайда болған кезден бастап, оның биосфераға тигізетін әсері үнемі үдеп отырды. Бірақ тек индустриалдық қоғам және демографиялық жарылыс жағдайында ғана адам әрекетінің жағымсыз зардаптары ғаламдық сипатқа ие болды. Қоршаған орта бұған дейін ешқашан байқалмаған қарқынмен ластанып жатыр. Энергетикалық және минералдық ресурстардың сарқылу үрдісі байқала бастады. Антропогендік әрекеттің сан алуан түрлері, жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлерінің тікелей немесе жанама түрде жойылуына әкеліп соқты. Табиғи ортаның химиялық ластануы, радиациялық жағдай, азық-түлік пен ауыз су сапасының нашарлауы және тағы басқа жағдайлары халық денсаулығының нашарлануына әкеліп соқты. Мен Байгелдиев атындағы орта мектебінің 8-ші сынып білім алушысы Сатмұхан Сабина. Менің макетім табиғатты қорғау мен ауылдың тұрақты дамуына арналған экологиялық жоба. Бұл макетте ауылдың қауіпсіз әрі қолайлы өмір сүруіне арналған негізгі нысандар көрсетілген. Біріншіден, ауыл маңында желден қорғайтын қылқанды жапырақты талдар отырғызылған. Олар қатты желдің әсерін азайтып, топырақты эрозиядан қорғайды және ауаның сапасын жақсартады. Екіншіден, жобамда жел энергиясы бейнеленген. Жел энергиясын пайдалану мақсатында жел диірмені орналастырылған. Жел диірмені экологиялық таза, табиғатқа зиян келтірмейтін энергия көзі болып табылады. Ауыл маңында табиғи көл бар. Ол көлдің атауы Сұлу көл деп аталады. Бұл көлді менің ауылым Ерназар ауылы және көршілес жатқан Өрнек ауылы пайдаланады. Жазда бұл көлдің суы тартылады. Сол көлден ауылға су арнайы цемент арықтар арқылы жеткізіледі. Бұл су ысырап болмауына және жүйелі түрде тасымалдануына мүмкіндік береді. Бұл цемент арықтар ауыл шаруаларына тиімді тәсіл болар еді деп сенемін. Сонымен бірге көлдің суы сарқылғанда ауылыма қажетті жаңбыр және қар суларын жинайтын арнайы су қоймасы мен су тазарту станциясы қарастырылған. Олар жаңбыр және қар суларын жинап, тазартып, ауылыма жеткізеді. Бұл табиғи ресурстарды үнемдеуге және құрғақшылық кезінде суды үнемдеп пайдалануға көмектеседі. Қорытындылай келе, бұл макетте табиғатты қорғау, суды үнемдеу және энергия көздерін дұрыс пайдалану арқылы ауылымды тұрақты даму үстінде екенін көрсеттім. Менің жобам экологияны сақтай отырып, адамдарға жайлы өмір сүру жағдайын жасауға бағытталған. Осы жобамды тұрмыстық қалдық заттардан жасадым. Жобамды сіздерге ұсынамын. Назарларыңызға рахмет.